Баршаңызға сәлем. Бүгін оригинальный соуспен дайындалатын пиццаның жасалу жолын көрсетемін. Ешқандай да майонез де кетчуп та керек емес. Сондықтан да видеоны соңына шейін тамашалаңыздар. Бізге алдымен ұн керек. Содан соң бір қасық аштық саламыз, бір шай қасық тұз саламыз және 0,5 ас қасықпен сахар саламыз да осылардың барлығын араластырып жылы суға илейміз және де сұйық май қосып жібереміз. Жақсылап қамырымызды илеп алдық. Енді қамырымызды екіге бөліп үстін басып қоямыз да 20 минут қамырымыз тұру керек көтерілгенше. 20 минуттай уақыт өтті. Міне қамырымыз көтеріліп қалған. Енді осы қамырдың сыртын майлап шығамыз. Тағы да 5 минут 10 минут тұрса болады. Себебі біздің қамырымыз піскенде нанымыз жұмсақ болу үшін осылай қоямыз. Енді бізге ерекше оригинальный соусты дайындайтын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей осындай ингредиенттердің барлығы керек. Енді біздер осылай помидорды тіліп аламыз. Содан соң үстінен қатты ыссы су құйып 10 минут бұқтырып қоямыз. Себебі бұл помидордың сырты тез алыну үшін осы әдісті қолданамыз. Бізге помидордың сырты керек емес, сыртқы қабаты. Міне видеодағыдай сыртқы қабатын алып тастаймыз. Содан соң блендердің көмегімен немесе шанышқының көмегімен осы помидорымызды езіп аламыз. Міне мен блендердің көмегімен ұсақтап езіп алдым. Енді табаны ысытып, сұйық майымызды құямыз, орегanoны салып қуырамыз. Содан соң чесногымызды да салып қуырамыз. Содан кейін жаңағы помидорымызды табаға салып қуырып аламыз. Содан кейін паприкамызды дәміне қарай тұзымызды салып осылай 3-4 минут қуырып аламыз. Бұл қоюланады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды оқтаудың көмегімен жайма жазамыз. Міне мен мынандай етіп дөңгелек пішінді табаға салдым. Мен міне колбасамен, сиырмен жасап көремін. Менде мынандай сиыр для пиццаға арналған. Енді соусымызды қамырымызға жағып шығамыз. Бұл жаңағы дайындалған соусты мен 2 пиццаға қолданатын боламын. Осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Содан соң колбасамызды рет-ретімен қойып шығамыз. Содан кейін сиырымызды бетіне сеуіп шығамыз. Пиццамызды енді қызып тұрған 220 градуста қызып тұрған пеште 5-6 минут пісіріп аламыз. Енді екінші пиццам помидормен сиырдан жасап көрдім. Осы пиццаны да 5-6 минут пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын болды. 5-6 минут 220 градуста пісіріп алдым. Дәмі деген өте керемет, ерекше болған. Ешқандай да кафенің пиццаларынан кем емес. Дәмі өте керемет болған. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып өтуіңізді өтінемін. Және подписация батырмасын басып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сау болыңыздар. Тамашалағандарыңызға көп рахмет.